Сәлем баршаңызға, өте дәмді, тойымды соломка салатын дайындаймыз. Алдымен колбасамызды соломка етіп турап шығамыз. Қайнатылған 2 картобымызды да соломка етіп тураймыз. Аскөк пен ақ желкенімізді ұсақтап турап шығамыз. Қиярымыздың 2 шетін алып тастаймыз, оны да соломка етіп турап шығатын боламыз. Жұмыртқамыздың ағынан сасын ажыратамыз, ағын осылай соломка етіп тураймыз. Ал сарысын шанышқымен езіп аламыз, майонез қосамыз, тұз және қара бұрыш сеуіп, араластырып, заправкамызды дайындап аламыз. Салаттың заттарын кеңірек ыдысымызға саламыз, үстінен жарты банка жүгерімізді және заправкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.